Кеше Ливанның Бейрут қаласының теңіз портының аймағында бірнеше қуатты жарылыс болды. Ол жарылыстан қаза тапқандар да бар, талай ғимараттарға зиян келген. Оның себептерін қазір Ливан үкіметі анықтауда. Жарылыс туралы хабар түсе салысымен президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев хабарласып, бізге Ливанда жүрген Қазақстан азаматтарын қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы тапсырма берген болатын. Қазіргі таңда дипломаттарымыз азаматтармен хабарласуда. Ливанда консулдық есебінде 113 қазақстандық тіркелген, барлығыменен қазір байланыс орнатылған. Дипломатиялық миссияның қызметкерлерімен отбасының мүшелері аман-есен. Оған қоса өздеріңіз білетіндей, Ливанда Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияның орналасқан. Сол миссияның арасында біздің 120 қазақстандық жауынгерлеріміз бар. Қазіргі таңда олар ротация процесінде. Алдыңғы күні 60 жауынгерлеріміз сол Ливан мемлекетіне барып ауысқан болатын. Олар өз орналасатын жерге аман-есен жеткен болатын.